Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай табиғи бал қосылған иісі керемет әрі жұп-жұмсақ печеньлердің рецебін бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін тамашалап, маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін соңына дейін көріңіздер. Алдымен електен өткізіп алған ұнымызға сары майды қосып үгітетін боламыз. Сары май деп бөлме температурасында тұрған сары май болуы қажет. Осылай қолымызбен қысып отырып, ұнмен толықтай араластыратын боламыз. Мінекей толықтай үгітіп аламыз. Толықтай араласқаннан кейін ортасын ашып, екі жұмыртқамызды араластырып құятын боламыз ортасына. Одан кейін қант саламыз үстіне. Шанышқымызбен кішкене араластырып жібереміз. Қантымыз кішкене еруі керек. Енді осының үстіне бір шай қасық ас содасын уксуспен сөндіріп алып қосатын боламыз. Осы жердегі керекті ингредиенттердің граммдарын видеоның астында описаниеда қалдыратын боламын. 2 ас қасық бал қосамыз. Балдың табиғи бал болғаны дұрыс. Өйткені дүкендегі балдардан осындай таза балдың иісінде шықпайтын болады. Және дәмінде өзгеше болады. Осының үстіне бір шымшым тұз салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып отырып, қолға жабыспақ қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспақ деп артық қамыр қоспаңыздар. Өйткені мен берген қамыр ұннан қосатын болсаңыздар, печеньлеріміз қатты болып шығып қалады. Сондықтан мен көрсеткен граммдардан артық қоспаңыздар. Мінекей қолымызбен қысып отырып, қамыр илейтін боламыз. Құрметті көрермен, егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыз. Және де осы видео ұнаған болса, поделиться батырмасы арқылы өздеріңіздің таныстарыңызбен, достарыңызбен, туысқандарыңызбен осы видеоны бөліссеңіздер болады. Және каналымның дамуы ретінде өз пікірлеріңізді, лайктарыңызды аямай баса кетіңіздер. Мінекей қамырымыз толықтай араласып, иленіп шықты. Енді осы қамырымызды пакетке салып, бөлме температурасына 20 минутқа қойып қоятын боламыз. Минут өткен соң қамырымызды алып, және печенье пісіретін духовкамыздың ыдысына осындай пергамент қағазын төсеп, міндетті түрде төсеңіздер, домалақтап көлемін өздеріңіздің қалауынша жасайсыздар. Мен осындай үлкендеу болғанын қаладым. Қолымызбен, алақанымызбен домалақтап, және үстінен осылай кішкене басып, домалақ формасын келтіріп, формамызға тізіп шығамыз. Осы иленген қамырдан 20-дан астам үлкен печенье шықты. Егерде көптеу жасаймын десеңіздер, 2-ге көбейтіп жасасаңыздар болады. Және осы печеньлерімізді жасағаннан кейін аралары қатты тым жақын болмауы керек. Өйткені біз ыстық духовкаға салған кезде қамырларымыз жайылып, бір-біріне жабысып қалмас үшін алшақтау қоятын боламыз. Және барлығын жасап болғаннан кейін осылай саусағымыздың көмегімен кішкене үстінен басып, кішкене жұқартамыз. Қатты жұқа емес, осы видеодағыдай ғана жай ғана басып шығатын боламыз. Және қызып тұрған духовкаде 190-200 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей печеньлеріміз дайын. Осындай
балдың иісі аңқып тұр, кәдімгідей өте дәмді шықты. Сіздерге балаларыңызға жасап берсеңіздер барлығына ұнайды. Өте жұп-жұмсақ әрі дәмді. Видеоның соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Сіздермен мен Жұлдыз. Сау болыңыздар.